Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз армян қызанақтарын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тазаланған 2 килограмм қызанақ және шөптесіндер. Сонымен қатар тазаланған болгар бұрышы мен ащы бұрыш керек. Егер қызанақтар кішігірім болса, 2-ге бөлуге болады, үлкен болса 4-ге бөліңіздер, сонда жеуге де ыңғайлы болады. Ендігі кезекте бұрыштарды ет тартқыштан өткіземіз. Сонымен қатар шөптесіндерді және сарымсақты бірге ет тартқыштан ұсатып аламыз. Егер блендер болса, блендерді де қолдануға болады. Дәмдеушімізді жақсылап араластырып аламыз. Барлығы жақсы араласқан болу қажет, және әрбір банкаға 1 литрге 3 қасық немесе жарты литрге 2 қасық салсаңыздар жеткілікті. Туралған қызанақтарымызды жақсылап толтырып салып аламыз. Мен мұнда 3 жартылық банка және 2 1 литрлік банка қолдандым. Бас аяғы 5 банка. Соңғы банкаға мен ұсақталған укропты қосып жібердім, кептірілген. Жай тексеріп көрейін дегенім. Негізі базилик қосуға да болады, 1 пучок. Қандай да бір көп осындай шөптесінен 1 пучоктан қосып шығуға болады. Ендігі кезек маринад, тұз, қантын қосып 1 литр суымызды қайнатып аламыз да банкілердің барлығына құйып шығамыз. Маринадымызды құйып болған соң, келесі кезең бізде пастерлеу кезеңі, яғни банкілерімізді біз суға қайнатамыз. Суымыз мөлшері иығынан аспауы қажет, және міндетті түрде түбіне орамал қойыңыздар. Қайнай бастаған кезде 10 минут банкамызды пастерлейміз. 10 минут өткен соң банкілерімізді алып, ішіне сірке суын құямыз. Барлық мөлшерлемесін мен сипаттамада жазып кеттім. Қақпақ пен банка міндетті түрде стерилді болу қажет. Барлығысын жауып болған соң, банкілерімізді жауып, төмен қаратып, толық суған күтеміз, аз болсын.